Сәлем, сүйікті оқырмандарым. Бүгін сіздерге бар жоғы 5 минутта дайын болатын тіске басардың рецептін ұсынамын. Ең алдымен лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің тіске басарымызға бар жоғы 3 қана ингредиент керек. Ол болгар переці, сыр және лаваш керек болады. Сыр бізде 100 грамм, болгар переці 2 штук керек болады. Енді сыр мен болгар перецін бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге керек лаваш, осындай лаваш мен алған. Бұл лавашты үшке бөліп алып, соның ішіне начинкасын салатын боламыз. Лавашты бөлу үшін осындай пицца кесетін, болмасам пышақпен де бола береді. Өздеріңіздің үйлеріңізде не бар, сомен кессеңіздер болады. Кесіп алдық үшке. Енді оған начинкамызды салып, осылай видеодағыдай етіп орайтын боламыз. Орап болғаннан кейін соңғы жағында осылай қалған жерді ішіне қарай кіргізіп қоямыз. Видеодағыдай мұқият қарап жасаңыздар. Егерде кейбір жерлерінде бір-біріне сәйкес келмей қалса, осылай сулап жабыстыра саламыз. Енді қызып тұрған табамызға осы тіске басарларымызды саламыз да тез-тез етіп қуырып аламыз. Менің табам кішкентай болғандықтан осылай 2 штуктап қуыруға тура келді. Осымен бар жоғы 5 минутта дайын болатын, 3 қана ингредиенттен құралатын тіске басарларымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, өте дәмді, қытырлақ, күшті болып шығады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Менің каналымдағы рецептерді жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар.